Урматтуу мусулман бир тууган. Келгиле, ишенгин. Сага урматтуу мусулман бир тууган, жашооң, турмушуң кыйынбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кебир айтат, оокатка жетпеймин. Үйдө жакшы эт жок. Өзгөн күрүш жок, баткен күрүш жок дейсиңби? Сенин сүйүктүү пайгамбарыңды үлгү ал. Курсагы тойбогон, оокаттан арызданган инсандар сенин сүйүктүү пайгамбарың 2 күн катарына арпанын унудан болгон нанга курсагы тойгон эмес. 2 күн катарына арпанын унун жеген эмес. Айша энебиз айтат: "Ал-хилалу сумма ал-хилал, ла туqadun naru fi beyti Rasulillah." Ай жаңырат 60 күндө пайгамбардын үйүндө казандын астына от жагылбайт эле дейт. Я Расулаллах, эмне жейт элең? 2 ай 60 күн үйүңдө казандын астына от жагылбаса, үмметиң айтчы. Бүгүн пайгамбардын үммети бир күн түшкү тамак же кечки тамак болбосо үйүндө кыямат кылат. Же алдына коюлган тамактын эти болбосо уруш кылат. Айтпайсыңбы, дебейсиңби? Ушулда окатпы дейсиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолдошу аялдары суу менен, курма менен күн кечириптир. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды улуу сахабалардан бирөөсү: "Кара урматтуу мусулман бир тууган, бир күн пайгамбарды көрдүм" дейт. Месжитке келип, Масжид Набавиде пайгамбар курсагы ачтыгыдан тияка куланып жатат, бияка жатат, ачкалыктан кыйналып, уйкусу келбейт. Сахаба келди да: "Я Расулаллах, эмне болду? Ачкамын, уктай албаймын" дейт. Сахih Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Талха деген сахаба: "Я Расулаллах, эмне болду? Мынча кыйналайсыз, мынча онтойсуз" дейт. "Ачкалыктан" дейт. Абу Талха улуу сахаба үйүнө келип, өмүр жолдошуна: "О балдарымдын апасы, үйдө бир нерсе барбы? Пайгамбарды конокко чакырсак, пайгамбарды мейман кылсак" дейт. Абу Талха келген кезде аял айтат: "Балдарга деген бир туурам нан менен бир канча курма бар" дейт. 5-6 курма бар, бир туурам арпанын унудан болгон нан бар дейт. Расуллахны өзүнү чакырсаң, пайгамбар тоюшу мүмкүн дейт. Пайгамбарды чакырсаң, ал берешен зат, мейримдүү зат, жанындагы сахабаларды элчитип келсе, аларга эч нерсебиз жок дейт. Абу Талха келип: "Я Расулаллах", Абу Талхага Анас ибн Малик деген сахабаны жөнөтөт. Анас ибн Малик: "Я Расулаллах, Абу Талханын үйүнө жүрүң, конокко" дейт. Пайгамбар 80 сахабаны ээрчитип келет. 80 сахабаны ээрчитип келген кезде Абу Талха аялына карап: "Ой, эмне кылабыз? Пайгамбардын өзүн чакырсам 80 киши менен келатат" дейт. Иманы бекем болгон аял, эгер пайгамбар алып келсе бир нерсени билген үчүн алып келатат. Сабыр кыл дейт. Пайгамбар бир нерсени билбесе алып келбейт дейт. Пайгамбар алып келгенде бир хикмат бар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 80 сахаба менен келип, Абу Талханын үйүндө бир туурамнан бир канча хурмага бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма барик лана фима разактана ва кина азабандар. Аллахым бизге берген нерсеңе береке бергин. Берекелүү нерсе жегенден кийин күнөө иш кылып дозокко түшпөйк, бизди дозоктон сактагын деп бисмилла деп жеп пайгамбар тоюп чыгат. Сахабалар тоюп чыгарат. 80 сахаба курсагы тоюп, үйдөгүлөргө дагы ошо бойдон калат, үйдөгүлөрдүн курсагы тоят. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар алейхиссалам курсагы тойбой кыйналган. Сенчи? Сен бир күн түшкү тамагың, кечки тамагың болбосо, үйдө эмне жаңжал кыласың? Эмне үйдө кыямат кыласың? Пайгамбар сенин үлгүң эмеспи? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элестетиң, мечитинде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бир мусафир келди. "Я Расулаллах, ачкамын. Я Расулаллах, курсагым ач, мени конок кылың" деди. Пайгамбар алейхиссалам үйүнө келген. Өзү хадисинде айтат: "Ва ман ю'мин биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфа." Ким Аллахнын барлыгына, бирлигине, ахирет күнүнө ишенсе, коногун, мейманды сыйласын дейт. Пайгамбар өзү сыйлай албайт. Пайгамбар сахабаны үйүнө жөнөтөт. Айша энебиздин үйүнө, Сафия энебиздин үйүнө, Уму Салама энебиздин үйүнө. Пайгамбар бир канча Зайнап энебиздин үйүнө, Хафса энебиздин үйүнө. Пайгамбардын 7-8 үйү болсо, бардыгынан бир жооп келет: "Я Расулаллах, ма индана иллал ма." Расулла үйдө суудан башка эч нерсе жок дейт. Суудан башка эч нерсе жок. Сенин коногуңду конок кыла албайбыз дейт. Пайгамбар келген конокту мечитинде кармап: "Мен юдиф дайфа Расулилlah."
Пайғамбардың қонағын кім қонақ қылады? Мен үйіме мейман келді, bu musafir. Менің қонағымды, мейманымды кім қонақ қылады дейді. Сахабалардың біресі, я Расулаллах, сенің қонағың менің қонағым болсын. Мен үйіме алып барайын деп үйіне алып келіп те, аялдан сұрайды, пайғамбардың қонағы. Пайғамбардың қонағы Алланың қонағы. Мейманға емне бар десе, балдарға қалтырған арпаның ұнынан башқа умач қыла тұрған. Аталыға қыла тұрған нәрсе бар, бір турамнан бар, башқа еш нәрсе жоқ. Ал балдарға арнап қойған. Балдар жебесе ұқтай албайды дейді. Sen deydi, şamçıraқты жағымыш болып, şamçırağa tiyişken kişi болғанда, үйлеп şamçıraқты өчіріп қой дейді. Пайғамбардың қонағына қойылы дейді. Анан мен deydi, қалп еле қолымды ұзатып отырайын, пайғамбардың қонағы құрсағын тойғызсын дейді. Пайғамбардың мейманын үйге алып келдім дейді. Şamçıraқты аялы өчіріп қойғаннан кейін, үйдің иесі қолын ұзатымыш болады да, пайғамбар алейхиссалам жөнөткөн қонақ құрсағын тойғызады. Erте менен бамдат болды. Пайғамбарға жолуға тұрған кезегім келді дейді. Ансар Мадиналық сахаба. Пайғамбарға кезеге тұрған кезегім келіп, жақындап келе жатсам, пайғамбар алейхиссалам, "Ма фаалта би зайф?" Сен қонақайым не қылдың? Қонақайым не жасадың деді. Қонақты қандай қонақ қылдың деді ле? Үйіме келген қонақ арызданып тұрға деп қорқып кеттім. Жүрегім ордынан шу деп шыққандай болды. Пайғамбарға мені арызданып барып бір деп жанына келсем, пайғамбар алейхиссалам мындай деді дейді. Сенің қылған қылығыңа, қонақты сыйлағаныңа Аллах Таала таң қалды дейді. Bir rivayette dahika azza ve cel, Allah küldü deydi. Senin жасаған işine Allah taң қалып küldü de kıyamatқа çeyin okulatırgan Kur'an'dan ayet düşürdü, alayet. Ve yu'siruna ala enfusihim velev kana bihim khasasa. Ve yu'siruna ala enfusihim velev kana bihim khasasa. Kıyamatқа çeyin okulatırgan ayet bul. Alar uşunday imandılar. Özleri kıynalıp dursa da, açka dursa da başka bir imandığı özünden жоғары koyuyor. Özünün aldın koyuyor. Özünün kiyimi yok, anı kiyintir. Özü açka, bir başkanı kursağın toyğuzat. Бұл қияmatқа çeyin düşe тұрған, оқыла тұрған, senin жасаған işine ayat düştü deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, sen kursağım aç деп arızdanasın.